Қазір мына косметикаларымды реттеп жатқам. Содан кейін көрсетіп жіберейін. Қандай косметикаларым бар екенін. Мынау Адиданың резинкалары. Мына жерден бастайық. Мына жерде менде мицеллярная вода. Әлі бітпеді. Осындай бар. Мынау крем. Қолға жағатын. Ыдысы әдемі, бірақ ішіндегі кремінің онша бір эффектісі жоқ. Қазір көрсетем. Мінеки иісі күшті, бірақ онша бір увлажнять етпейді. Сырты мынандай. Осы ыдысы ағасын алған едім, осы юбилейкада, біздің өзіміздің Городоктағы магазиннен. Мына Гоштың антиперспирант қой, қолтыққа жағатын. Мына Синделланы алдында көрсеткем, шотыста алғанын ұнады. Әлі қолданып жатырмын, бірақ мына тонигі уже бітті мінеки. Духи деген дезодорант, туалетная вода. Мынаны мен де-фактодан алғам, иісі ұнады. 2,5 мың теңге ма, 3 мың ба, 3,5 ба, сондай тұрады. Иісі күшті, розовый бар, тағы бар, неше түрлі соус. Мен осы тәтті sevетін. Ұнаттым. My Sweetie деген. Иісі күшті. Ыдысы да көлемді, сумкаға да бәріне сия береді. Өзі арзан. Мынау алдында тоже шотыста көрсеткен бұны да. Бұның бір жаман жері, иісі бәрі күшті, бірақ андай себетіні жоқты ма? Себетіні жоқтары ыңғайсыз негізі. Мынандай майлы, масляный ғой. Мынаны қолыңа бүйдесің, сосын жағасың. Маған піст еткізіп сепкен ұнайды мұны. Содан кейін мынаны алдым. Мынаның иісі енді бұрқырап тұр. Сосын тағы бір нем бар еді ғой. Қазір көрсетем. О, заманнан келе жатқан. Осындай бар. Бұлда да масляный әлі бітпеді. Бұның да иісі күшті. Осы үшеуі. Содан кейін Avonның бір спрейі бар еді ғой. Қазір оны көрсетем. Avonның спрейі бар. Сосын для тела. Мынандай. Бұны да бітір. Мынаны алмай тұрып осын жаздай сеуіп шықтым. Осы бар. Ал енді косметикаларға келетін болсақ, мынаны күнде қолданам деп қойым, бірақ екеуі араласып жатады менде. Ал енді мына жерін шығарайық, қандай косметикалар бар. Мынаның ішінде ақша да жүр, тырнақ алғаш бәрі жүр. Мынау Синделланың кремі, мына бәрі упаковкада жүр. Мына кремі де бітейін деп қалды, күшті кремі. Ұнады, в общем, үлкен несін алам ғой енді. Сонымен мына жерде Vivienne Сабоның тушы. Ұстағанға ыңғайлы, жақсы ұнады. И көзге жағылмайды, сонысымен ұнады. Сосын L'Oreal'дың телескопы, бұл бітті, құрғап жатыр, содан кейін мынаны алғам. Бірақ әлі кішкене бар. Мынау для бровей не? Мына жағы кисточкасы, мына жағы мынандай қоңыр карандаш. Короче, жабылмайды ма? Мына жерде не? Консилер. Мынандай түрі бар, но китайский варианты. Мына Maybelline-кі. Енді мынау жақсырақ, конечно. Мынау енді кішкене құрғатып жүреді. Көзге, мұрынға жаққанға. Ой, мына менің 40 жылдан бері келе жатқан қас бояйтыным. Енді мен қасты керемет андай контур жасай алмайым. Былай сүтін бояқ қойым, сол мынауын. Бұны әне лақтырам, бірақ әлі қолданып жатырмын енді. Осы Тараздан алған едім, әлі бар, в общем. Мынау карандаш. Бір боянайыншы деп аласың ғой, содан қалады бәрі. Перламутровый карандаш. Мынаны мен корректор деп алғам. Енді бұны мұрнымды сызам, бетіме скул жасайым деп, сонымен кейде бір жасамасам бір керемет бояна алмаймын. Мына жағынан да қоңыр. Осыны алған бір боянып үйренем деп. Мына Пиндододан алған помадам. Мындай. Тоже жақсы.
дизайны жақсы да. Диордың нетіп жасаған ғой. Мынау Cabaret Vivienne сабағының несі. Подводкасы бұны Алида құрғатып, тастап ашып кеткен, көзін сызған ба бірдеңе істеген. Мынау BB крем. Күріштен жасалған деп қазір жақсы ұнайды. Осыны қазір жағып жүргенім осы BB крем. Осыны жағым номері қандай еді мынаның. Ұмытып қалдым. В общем, бір жағынан SPF бар, жақсы қазір бет увлажнение кеткен. Енді мына жаққа көшейік. Мынау мында жатыр. Мынау не? Жалтырататын. Хайлайтер. Мұрынға, көздің айналасына жаққанға. Скулы мына. Соған жағам енді кейде. Оны Алидада қосылып, мен бірге жағып алады. Тырнап тастаған ғой соны. Мынау бізде тени. Бұл жерде жалтырағы бар, неше түрлісі бар. Мынандай. Мынаны Алида жағады осы жалтырақты. Мен жоқ кезде, жұмыс істеп атқан кезде осы жерде кіріп әйтеуір шұқып жатады. Енді өзінде де бар, бірақ менікі қызығырақ болып тұр. Мынау қасты бүйтіп көтеретін, кірпікті көтеретін. Осындай. Мынандай не, кушон бұны мен рыспаладым. Есінен алғам. Блогер рыспаладым. Сатты ғой сол кезде алғам. Бір несін бітірдім, екіншісі. Енді жақсы, бірақ аппақ тұрады. Кейде жағам енді, мына бебидің үстінен жағуым мүмкін. В общем, кішкене қалды, содан бітеді уже. Мынау мен Фейберликтен берген помадасы ғой, подарок ба ма бірдеңемен келді осы. Осындай помада. Бұны да Алида жағып алады. Бірақ жақсы, не, цветтері жақсы. Мына Top Face-тікі бұл әлі бар менде. Енді көп қолданбағаннан кейін тұрабын. Бұны да араластырып тастаған ғой менекей. Мынаны аппақ қосқан ба бірдеңесі. Анда-санда. Мынаны жазды алғам. Март визаждың пудрасы. Бұл пудра ұн сияқты. Терлеген кезде күшті. Нетіп тұрады бетті. Құрғатып тұрады. Күнге шыққанда бет терлейді ғой. Сол кезде жақсы матировать етіп тұрады. Қазір көрсетем. Мінеки осындай, міне мынандай. Бұқ деп бет жаға бересің. Осындай ғана. Иісі де күшті. Содан кейін пилкам жаман. Қазір тырнақ вообще өшіріп жүрмеймін. Маникюрға бармайым. Мынандай пилкалар қазір мына жағын қолданам ғой көбіне. Мына жақтар тез жеріліп кете ма? Қазір сондай, Міне мына жағында менде міне көріңіздер ма? Өтірік бай жағып қояма, бұрын ондай емес еді. Бәлем бай қолдана береді. Қазір бір ай сайын бір ауыстырып тұру керек па, сондай бірдеңе сияқты. Міне, мынаның бәрі желініп кеткен, дұрыс нетпейді. Тек істемейді, тырнақты. Мынау да не ғой, хайлайт, немене, консилер бұл да. Қытайдан алғам әлі бар. Бұл да жақсы бетті тегістеп тастайды. Алдыңғы видеоларды да көрсеткем, сол әлі бар менде. 40 жыл болған. Мына тырнағыма жағатын Фейберликтің осын жағып алам ылғида. Бітейін деп қалды бұл да. Енді қазір мына жерде жалтырақ жағып алам. Жалтырақ бір лагым бар. И осылар мына бітті, екеу бар еді. Мынау соңғысы. Мына кутикулға жағым тоже Фейберликтің майы мынандай. Күнде жағу керек, кейде ұмытып кетем. Мынау кәдімгі эссенс қой деп кажется. Эссенстің кәдімгі қара карандаш не жағылып кеткен мынаның бәріне. Содан кейін мына жерде мынандай тень бұл да көп болды негізі. Беті магнит. Ашылуы қиын. Көрсетейін. Мама. Ашылмай кетті оны. Оның бетін сындырып сапты ғой. Бұл да хайлайттарға кішкене келеді. Кикома бірдеңін болған. Мактікі. Сындырды әлі уже. Сосын мынау крем көзге жағатын. Қазір білмеу қандай фирма. Серумдық коллаген. Мынандай ғой, бұл көзге жақында айбат.
көздің айналасын массаж береді. Мынаны бассаң крем шығады. Көрініп тұр ма? Мынаны бассаң былай басылады и крем шығады міне. Көзге, короче, астына жаққанға жақсы массаж. Иісі күшті ұнады. Мына қазір бір хит болып жатыр ғой деймін осылар. Енді мынаның үлкендерін алсам, содан кейін андай жасайтын, массаж жасайтын. Бетті алғам, бірақ басында жасадым, сосын қалды болып жасап жүрген жоқпын. Мынау нем, пинцетім. Мына 2 крем өзі арзан тұрады. Қытайдың крем. Білетіндеріңіз бар шығар, бұл зеленый чай деген. Біреуін ертеңгісін жағасың, біреуін кешке жағасың. Бірақ бетіңді күшті қылады шы. Андай қара дақ бәрін осын жаққан кезде кетіп еді. Енді қайтадан осын мына біткеннен қайтадан бастайын ба деп жүрмін. Енді күшті өзі бір. Бетте күшті қылып тұрады. Осы жаз бойы осын жағып келдім. Ағартады, қара дақтарды бәрін кетіреді. Өзі бір қанша арзан тұрады. Коробкасы да кішкентай, мынау кішкентай болғанмен көпке жетеді мынау. Осы 2 крем екеуі бірге осылай. Мынандай жасыл коробкада тұрады, зеленый чай. Каспийден алған мен оның отзывтарын оқысаңыздар, сол жерде көп. Сонымен болды, басқа ештеңе жоқ мына жерде. Менде сол 2 пинцет, мынау и мынау. Мынаны Пиндододан алған. Мұнша бір нетпейді. Жолмай ма бірдеме. Сосын ескімді қолданып жүрмін. Косметикалар осы. Енді мына жаққа келетін болсақ, мынандай спонжиктарым бар. Кейде енді қолмен жағып жүрем, кейде осымен жағам. Содан кейін мынандай веки бар, көзге жапсыратын. Менде кейде жапсырам, кейде жапсырмаймын. Осындай. Енді бұны білетін адамдар түсінетін шығар. Мынандай заттар ғой. Қабақ шығаратын ғой, сондай наклейка. Мына крем бітті, қолдың кремі, күшті крем, өзіме ұнайды. Қазір бітті, уже кішкене қалды. Мынау детский крем. Балаларға, кейде өзіме жағам. Мынау болса, алдында айтқан сол SPF. Қазір SPF ретінде жағып жүрмін. Енді бітіру керек қой бұны. Мына жерде не? Лак для волос. Мынау Ерсактың массажный кремі, ауырғанда, мұрынға, тамаққа жаққанға жақсы. Жаңа жылда алған едім, жалтыратады деп, бірақ онша жалтыратпайды ішінде. Бірақ әлі тұр, көреміз енді жаңа жылда. Прическа жасасақ. Мынау пенка, объем беретін. Тафтікі. Не бар? Мынау бар менде. Мынау бір французский не ғой. Короче, масло для тела. Бірақ мынандай блескасымен, мынандай шариковый. Қазір көрсетем. Мынандай шариковый осындай. Денеге жағасың, мынандай жылтырақ эффект береді. Қазір көрсетем сіздерге. Мынандай болып тұрады. И увлажнять етеді. Иісі деген күшті. Иісі күшті болғаннан да бір не ғой? Бір духи сияқты парфюмированный, короче, осындай. Французский деп айтты осыны. Сол қызығып алғам осыны. Кейін увлажнять етеді. Аяққа, қолға жаққанға. Әлі көбіне мен душтан шыққан кезде ғана жағам. Әлі көп бар. Жазда жақсаңда жалтырап тұрады. Мынау шаштікі. Бұны шашым бүйра кезде неткем қолданғам. Әлі бар, енді қазір қолданып тастау керек. Майы ғой, в общем, сыворотка масла. Жалтыратып тұрады, в общем. Термозащитасы бар, сондай. Андай ұсақ кончиктар кеуіп кеткен құрғақ шаштарға арналған. Мынау не ғой, жидкость для снятия азғапты. Ручка жүр, мына жерде кисточкаларым, басқа ештеңе жоқ. Кисточкаларым бұны анда-санда қолданамын. Мынау
неге тоналка жағам деп алғам. Тоналка жоқ менде, сол тек қана BB крем. Бірақ әлі жағып көрмедім. Елдер осымен күшті жағылады дегесін. Осымен жағайын деп алғанмын осындай. Енді бір боянам деп. Сонымен осылар тұр бәрі. Сол осылар барлығы косметикаларым. Бәрін жинап атқам, енді қазір салайын. Мына жерде тарақтар сондай. Мына жерде сотканың нелері сондайлар тұрады. Мына жақта да өңкей қычқылар. Мына жерде қазір көрсетейін. Бұл жерде тарақты ауыстыру керек еді. Мынандай тарақ менде. Шашым қазір қысқа, көбіне мынаны. Бюро кезде мынаны қолдандым. Қалғанның бәрі резинка өңкей сондайлар. Крабы, перчатка, сондай заттарынан бәрі. Осы жерге сап қойғам. Мына сумка ненікі ғой. Ивраше бұрында көп заказ берсем осындай күшті подаркалар қосатын еді қазір. Қоспайтын болыпты, өңкей продуктасын ғана қосады екен. Осындай термосумка ма сондай болатын. Қазір қосып жүрген жоқ, тек бірдеңе заказ бересің. Андай косметикалар келеді. Тағы бір сумкасы бар, осы Иврашенің. Қазір көрсетейін мына жерде. Мынандай тоже подаркпен келді. Негізі мен косметиканы жақсы көрем. Мынаны да соны атып алған. Алида басында алып ап менікі деп сонымен қазір берді ғой өзіме қайтадан. Осындай. Сол барлығы осы. Әлі алатын заттарым көп деп па. Енді алып жатсам алдағы видеода көрсетемін.